Сәлем достар, баланы жоспарлау керек. Бұл видео сол туралы болады. Достар, баланы не үшін жоспарлау керек, мен сол туралы айтайын. Баланы не үшін жоспарлау керек деп ойлауыңыз мүмкін, иә? Не үшін бірін тууға болмайды, иә? Не себепті? Менің өзімнің басымнан өткен жағдай. Қазіргі таңда өздеріңіз ойланыңыздар. Қазіргі таңда заман басқаша. Ата әже қарамайды бұрынғыдай балаға. Сіздің мамаңыз да папаңыз да қарамайды. Сіздің мамаңыз да папаңыз да вообще бала керек емес. Қазір кездегі заман басқа өзі. Әр адам өзі үшін жауап береді. Сіз күйеуіңізге жақпасаңыз, күйеуіңіз де сізді тастап кетуі мүмкін дегендей. Қазіргі заманда бүйтіп алып, бір күйеуді ұстап алып, ой, мен күйеуім асырайды, күйеуім мені тастамайды, бәрімен де жақсы болады дегендей нәрсе жоқ. Аллаға шүкір, енді мен тұрмыстамын, күйеуім бар шүкір. Мен біреу тастап кетіп, біреу нетіп кетіп, ондай жағдай болған жоқ. Бірақ дегенмен де әйел адам өз табысын өзі табу керек. Бұл заман талабы. Мысалы, маған күйеуім айтады, сен өз ақшаңды өзің тап дейді. Маған оны енем де айтқан. Біз сені асырауға міндетті емеспіз дейді. Сенің жаңа жейтін, ішетін заттарыңды алып беруге міндетті емеспіз дейді. Жалпы менде ғана емес, менің отбасымда ғана емес, өзгенің отбасында да осындай. Сен әке-шешең де саған былай тұрмысқа шыққаннан кейін бұл сен танымаймыз деп шығады олар. Сен өзің көресің. Солай айтса, мейлі, өзің істе дейді. Мысалы, өздерің. Сен енді ойла, өзіңіз екі қабат боласыз, гормондарың ойнап тұрады. Бір әйелдерде екі қабаттық өте ауыр өтеді. Жұмыс істей алмай қалады. Жұмыс істеп келсе де қатты шаршайды, түні бойы ұйықтай алмауың бар. Тағы екі қабат кезде. Мысалы, менде болады екі қабат кезде түні бойы ұйықтай алмау. Плюс жаңағы туғаннан кейін тағы ұйықтай алмайсың, дұрыс, иә? Әйел адамда көмектесетін ешкім жоқ. Әйел адам уже жынды бола бастайды. 3-4 күн қатарынан ұйықтамасаң, я күндіз, я түнде, адамда уже нервный срыв болады. Жайлап постепенно жүйке кете бастайды. Сен балаңа қарауың керексің. Сен үйдің тірлігіне үлгеруің керексің. Сен плюс ақша табуың керексің. Плюс сен күйеуіңе қарауың керексің. Ата-енең болса, оған жаңа қайын-сіңлі, жұртың болса, соған күтіп, қонақ келсе жүгіріп жүріп, сен идеальный болуың керексің. Сен андай жерден келіп, өз отбасыңа дым істемей, болмаса бірлі жарым тірлік істеп келіп, мына жаққа келіп, огромный тірлік істеуің керек, өз баламен қосып. Енді өздеріңіз ойлаңыздар. Адам не болады, иә? Сол себепті де баланы жоспарлау қажет болады. Жүктіліктен сақтану, қалай жүктіліктен сақтануға болады, бірінші жүктіліктен кейін ол туралы бөлек видео болады. Бұл жерде мен сіздерге баланы не себепті жоспарлау керек, сол туралы айтайын деп отырмын. Бізге ешкім гарантия беріп қойған жоқ, дұрыста күйеуіміз ғұмыр бақи қасымызда жүреді. Қазіргі кезде әртүрлі жағдайды естіп жатасыз. Бізге ешкім гарантия берген жоқ, дұрыста бізді асырайды, иә. Сол секілді нәрселерді ойлана отырып, бірінші бала туғаннан кейін арасына бір 5-6 жыл өз-өзіңізге келіп, жаңа өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды қалыптастырып алғанға дейінгі екінші баланы босануға дейінгі уақытта сізде уақыт бар. Біреулер 5 жыл, 6 жыл, біреулер 7 жыл, 8 жыл, 10 жылдан кейін барып босанатындар бар. Бала себеп сізге ғана қажет, бала еркек адам қажет жоқ. Өзіңіздің денсаулығыңызға қарай отыра екінші баланы жоспарлап туыңызға болады. Бірақ арасында 5 жыл, 6 жыл салыну керек. Қиналып кетесіз, әрі 2 жыл сайын, әрі 3 жыл сайын. Мида ми қалмайды, нерв қалмайды. Ол екі бала қатар босанғаннан кейін екі бала ұрысады, төбелеседі. Оның арасына араша түсемін дейсіз. Оның 2 жылдан кейін әлі орнына келмеген гормондарыңыз бар, ойнап тұрады, бірінші балаңызды жақтырмай итеріп жіберіп, ұрысып жіберіп, неше түрлі жаңағы бала енді жабысады ғой ананың етегіне. 5 жасқа дейін, 6 жасқа дейін жабысады. Тіпті 7 жасар, 8 жасар, 9 жасар баланың өзі жабысады. Енді 5 жасар, 6 жасқа дейін ол енді өз-өзіне келіп бірінші сынып болып қалады.
мектепке баратын болып қалады, иә, 6-7 жасында балаға ес кіре бастайды, кішкене бала еркеліктерін қоюы мүмкін. Сол кезде бастап көтерсеңіз болады. А оған дейін жаңағы сіз өзіңіздің дамуыңызбен, өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды қалыптастыруыңызбен, өзіңізді жаңағы сол бір баланы жетілдіріп алайын деген ниетпен болуыңыз керек. Достар, мен бар айтпағым осы. Жүктіліктен қалай сақтануға болады, ол туралы да бөлек видео болады. Сондықтан да міндетті түрде артыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, осы видеомен бөліссеңіздер. Көргендеріңізге рахмет.